Qarın ашып кетті ғой, ә? Қарын ашса, заказ беріп осы жерге. Заказ дейсің ба? Заказ бергенде мына жердің бәрі шылау, мұз ғой. Онда кеттік біз неге? Одан жаңа кафеге барайық та? Ой, ше. Басып барайық ғой. Подружка, бүгін сен туған күнге бір жерге барайық та? Именно қай жаққа? Кафеге барайық. А давай его покрасим. Ой, донести мы скоро кататься. Эй, не степчешься, сендер? Ой, не стегенсіңдер мына гүлді? Покрасить захотели. Вообще, кешірші, гүлдің ақшасын өзіміз төлейміз. Сендер ол гүлдің қанша тұратынын білесіңдер ма? 4 миллион тұрады. Енді дені сау, адам 4 миллионға гүлді алады ма? Жарайды, онда біз сізге жұмысқа кірейік. Бос вакансия бар ма? Болды, жүріңдер, екеуің де алма түсіңдер. Күшті ғой, ә? Официант шақырайын, тамақ шектен не yaptın? Официантка! Вообще алдарасқан бұл. Что заказывать будете? Мұның орыс қой, өзің айтыр. Мен орысша білем ма не? Қазақ бар ма? Казаха! Сделай, казаха, сделай. Позови. Поняла? Тебе подойди. Не заказ бересіздер? Заказ қабылдайды, Алиэкспресстіңдер, мане. Немесіздер, кетіңдер шығар. Кешірім сұраймын, не заказ бересіздер? Екілеген палау, екілеген қордақ, екілеген бешбармақ, и 10 шашлик. Бір ішкенге бір су бересеңіз, диета ғой деді. Диетаны сәл бір түрлеткен. Жарайды, заказың кешке дайын болады. Кешке деген несі қуасың ба? Бір қарың жас ба біздің? Бізде мене тек көже бар. Болды, басқа ештеңе жоқ. Болды, жаңа кептіріп. Опта, әкелеріңіз. Бізге 2 кесе. Жетпейді. 4 кесе. 3-і маған, 1-і саған. Бізде 1-ақ кесе алған. Сан әкелем. Егі паражына кафеге. Айтпаш. Сен нені барат алу көреді? Сен қыз ақыры заказ алмай дегенсің, онда отшақ тазалап жина. Мен келем деймші. Міне, ас болсын. Іштерге алып тастым. Ас болсын. Маған жарты жоқ қой? Қалдырса жеп болсаңыздар, шөт төлеңіздер. Біз жабыламыз. Жабылатыңыз оны біртінде жабылыңдар. Ойыңыз қанша болды шөт? Көженің ақшасын айтсам, бүгін құтылмайды. Сондықтан гүлдің ақшасын айтайын. Сіздерден 4 миллион 1100 теңге. Қайдағы 4 миллион? 4 миллион қақтың көже көрді сен екен? Сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Бұл сондай ерекше көже. Сондықтан қымбат тұрады. Көжең қымбат тұратын дейсіз. Пілдің сүтіне істеген, мане. Соны айтам. Даже мұнан ішінде жартысы ғана болған. Төлемесеңіздер, полиция шақырам. Болыңыздар. Полиция дейсің ма? Онда ма дәл алдында отырған полиция. Администратор шақыр бар. Ой, көже сіздерге тегін. Тағы бағана қола масын істеп берейін бе? Администратор шақыр бар. Әйтпесе қазір администратормен бірге қалмайды. Қазір ана орысша сөйлейтінмен бірге қалмайды. Мен бұл жерден бүгіннен бастап жұмыс істейін. Туған күнің менен, туған
Куда тазаланмай жүр, давай. Бүгін мені күтіп атқаным той пәле, не ағып мені күтіп бұғып жатқан жоқ ғай. Бүгін Гүлі Мұқатаев, тұрдан тез неқті ана жібек подушкадан көмектесіп, бүгін дастархан жасау керек. Бүгін үлкен той болады. Бұларсың, не дегенде, бүгінді қорсауын күтіп алып. Жүгірмей қойсаң қайтеді? Адам бекерді әуре қылып. Жүгірмей қойсын ба, жаңа ішімізден көшенің бәрі шығып кетті ғой. Сіз сен аман жолда сасың. Менде ешқандай кінә жоқ. Сән бәрі әдесі. Оның қандай кінәсі бар? Бұл байқаусызда гүлді. 1, 2, 3. Біз байқаусызда гүлді сындырып алып едік. Администратор бізге айтты, ол гүл 4 миллион деді. Мен амал жоқтықтан сіздерге көже 4 миллион деді. Енді администратор қайда? Бағана кафеде қалып кетті. Кет қысты. Әйтеуір бір проблемадан құтылдым ау. Кеттім әзір тоң көріп. Вообще мен шаршадым, я увольняюсь. Я увольняюсь. Сен де бірақ көрсетті ғой. Әлі неше жыл сіздермен жолында. Сізді полицияға беремін, сіз көресіз. Статын полиция мені 7 жылдан бері ұстау керек еді. Мен неше жыл осы іспен айналысып жатырмын. Ямайсыз, вообще нет қой бұл. Короче, сен де полицияда қызық емес па? Ешкімнен қорықпаймын. Бізде тұр деп ойламайсыз ба? Ағалар қалайсыздар? Көже жейсіздер ме? Қандай көже? 4 миллионда? Қандай 4 миллион? Вообще, біздің бұдан бастап бизнес карьераңыз бітті. Сіз біздің бөлімшеге жұмыс сол жақта көже істеп бересіз. Мүмкін сөйтсеңіз 4 миллион теңгеге. Теңгеге емес, көжеге алайын. Жүріңіз. Тұрған қаным егілді, жіппекке барайыншы.